Мына қазақта қар адамы деген бір ұғым бар. Ойбай, қар адамын көріпті, қар адамым жүр екен. Анау көріпті, мынау көріпті деп айтып жатады. Негізінде сол қар адамы деген сөздің өзі қате. Орыстың снежный человек деген сөзбе-сөз аударып қойған. Алдында қар барыс деген атаудың қате екенін, орыстың снежный барс дегеннен аударылған, қазақша ілбіс деп айтатындығын айтқанбыз. Сол сияқты осы соғалппен аударған аударма қар адамы деп айтпайды қазақ оны. Нағыз қазақша атауы кісі киік. Естіген шығарсыздар. Киік деген сөз жабайы, аң жабай орнына қолданып тұр. Мысалы, түйенің жабайысын түйе киік деп айтады қазақ. Ал енді кісі киікке келетін болсақ, қазақ фольклорында, мифтер мен аңыздарда адамға ұқсас, бірақ табиғат аясында жабайы жағдайда тіршілік ететін, табиғаттан кіндігі ажырамаған бір құбыжық ретінде суреттейді. Халық әңгімелерінде көбінде таудың қиясында, ну орманда, адам аяғы баспайтын жерлерде өмір сүреді дейді. Сырт келбеті пошым болғанда, бойы биік, денесінің тұрқы үлкен, түкті, жүріс-тұрысы адамға ұқсас делінеді. Этнографиялық деректерге қарасақ, кісі киік жайлы аңыздар Қазақстанның әр өңірінде кездеседі. Әсіресе Алтайда, Тарбағатай, Жетісуда, Сыр бойында. Сосын ар жақта Тянь-Шань, Ерен қабырға дейміз. Сол жақта кезігеді деп көп әңгімелер бар. Кей аймақтарда оны алмасты деп айтады, жабай адам деп те айтып жатады. Ғылым тұрғысынан келетін болсақ, кісі киік нақты биологиялық түр ретінде дәлелденген жоқ. Кеңес дәуірінде 1950-1980 жылдары Алтай, Памир өңірлерінде осы кісі киікті іздеу мақсатында экспедициялар ұйымдастырылған, бірақ ешқандай нәтижеге жетпеді. Нақты ғылыми айғақ таппады бар деген. Қазіргі антропологтар, этнографтар кісі киік туралы әңгімелерді фольклор мен мифология саласына жатқызады. Олардың пікірінше бұндай бейнелер әлем халықтарының бәрінде кездеседі, бірақ нақты емес. Тибетте мысалы еті деп айтады, Сібірде, алмасты, Европада бигфут, немесе сасквош деп айтады. Енді бір қатар куәліктерге қарасақ, оны көрген тіпті ізі түсіп қалып деп айтып жатады. Бірақ бәрінің ғылыми дәлелі жоқ, фото, видеосы жоқ. Енді жидің пайда болған дәуірінде оны фотосын түсіріп әкелсеңіз де, оған ешкім сенбейді. Ешкіммен араласпайтын тағы бір жалғыз жүретін адамдарды осы кісі киік деп атап жатады. Жанама теңеу ретінде, оны білесіздер. Кісі киік деген осы екен. Енді кісі киікті нақты көрдік деген әңгімелер өте көп. Алтай өңірінде біздің қазақтарда көп айтылады. Кісі киікпенен жаңағы үйленген малшы жөнінде әңгімелер бар. Оны кейін айтып береміз. Сіздерде де естіген білгендеріңізді бөлісіп отырыңыздар.